Сәлеметсіздер ма, құрметті менің YouTube каналымның супер көрермендері. Бүгін біз сіздермен ерекше қамырлы әсіп деген тағам дайындаймыз. Бұның дәмі, иісі өте ерекше, тойымды тағамдардың бірі. Ол үшін бізге 500 грамм фарш, 1 картоп, 1 пияз, укроп, петрушка, 1 болгарский и 1 жұмыртқа, сосын 2-3 чеснок қажет. 100 грамм күрішті суға жібітіп қоямыз. Сосын тұз, қара бұрыш и 250 грамм ұн. Ең алдымен қамыр елеп алайық. Осындай 200 граммдық стаканмен 250 мл су өлшеп аламыз. Сосын тұзымызды саламыз. И сосын 1 жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп қамыр елеміз. Қамырды қатты емес, жұмсақ етіп елеңіздер. Құрметті көрермендер, менің каналымды қолдап, поддержка беріп жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Мінекей қараңыздар, жұмсақ болып, осындай жұмсақтықта болу керек. Қамырымызды тындырып қойып, енді ішіндегі қоспаларын осындай үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштің үлкен жағымен өткіземіз. Одан кішілеу жағы су шығып кететін болады. Мінекей болгарскімізді өткізіп жатырмыз. Картошкамызды да осылай үкіштен өткізіп аламыз. Мінекей укропымызды турап алдық. Біз бағана чеснокты өткізуді ұмытып кетіппіз. Чеснокты бұдан кішілеу жағынан өткіземіз. Қажетті заттарымыз барлығын турап алдық. Енді осыған күрішімізді қосамыз ең бірінші. Үстіне фаршымызды саламыз. Енді осыған қажетінше қара бұрыш қосамыз. Көз мөлшерімен тұз қосамыз. Қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қараңыздар, осындай қоспа дайын болды. Енді қамырымызды алып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамыр қаншалықты жұқа болса, соншалықты әдемі болып шығатын болады. Не қамырымыз дайын, қараңыздар. Осындай жұқалықта жайып аласыздар. Мінекей осындай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Сосын ортасына емес, ең шетіне емес, осындай кішкене бұрышына бір қасықтан салып шығамыз, үлкен қасықпен. Осылай сопақтау етіп салып шығыңыздар. Мінекей қараңыздар. Қазір көрсетейін сіздерге қалай неғылатын. Осылай 3 жағын алып келіп, сосын осылай орай саласыздар. Мінекей. Міне осылай ортасын, екі шетін осылай айналдырып орай саламыз. Міне осындай дайын. Қаласаңыздар, сіздер бұдан үлкендеу формада жасасаңыздар болады. Мен кішілеу қылып жасадым. Мінекей, мантаваркамыздың листін жақсылап майлап алып, осыны 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей, біздің тағамыз дайын, қараңыздар. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Иісі деген ерекше дәмді болып шығып жатыр. Біз уже біреуін кесіп, дәмін көрдік. Мінекей, сіздерге де кесіп көрсетейін, қараңыздар. Ішінде күріштері тал-тал болып, әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.